Сәлем достар, мен өз бетіммен үйде Қытай тілін үйренудемін. Барлық ақпарат интернетте бар, ашық түрдегі ақпараттарды қолданып, үйреніп бастап жатырмын. Бүгін Қытайдың 4 тонын ажыратуды үйрендім. Қалай ойлайсыздар, мен дұрыс түсіндім ба, жоқ па? Мені тыңдап көріңіздер, қатем болса комментарийға жазыңыздар. Қытай тілінде 4 тон бар. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Енді қазір тыңдап көріңіздер 4 тонның айырмашылығын. Ма, 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 ма. Тура мына сызықтардағыдай өзі белгі беріп тұр. Қалай айтатынымызды. Тағы да. Ма, 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 ма. Айырмашылық естіледі ме, байқалады ма, қалай ойлайсыздар? Міне енді жаттығу ретінде мына пининдарды оқып көремін. Сіздер бақылап отырыңыздар, дұрыс па, жоқ па? Егер де білетін болсаңыздар, комментарийға жазыңыздар. Тыңдап көрейік. Бо, 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 па, па, пи, пи, кан, кан, ку, ку, гау, гау, ан, ан. Сіздерден кері байланыс күтемін. Менің 4 тон бойынша түсінгенім осы.